Ассалаумағалейкум достар. Қалдарыңыз қалай? Соңғы кездері менің инстаграмда көріп жатқан шығар, сырбанер шығардым. Кофеардам практикум деген. Яғни кофеардам деген система ол мынандай. Кейбір инстаграмдарда байқасаңыздар, көптеген стоматологтар қолданады. Бұның мақсаты тісті оқшаулау. Қазір суретін шығарам. Бұл осылай тісті, яғни керекті тісті изоляция жасап, сілекей ешнәрсе жібермей тұрады. Бұның пайдасы, мысалы бір тіс кариес болса, оны кофеардам саламыз бірінші. Одан кейін егейміз ғой. Сол егейген кезде адамның несіне қарай, тамағына қарай пломбаның немесе ескі пломбаның немесе жаңа тістің қалдықтары ұшып кетпеу үшін қорғайды, біріншіден. Екіншіден, егеп жатқан кезде ерін бар, біздің аузымызда тіл бар, басқа да мүшелер бар, соларға зиян тиіп кетпес үшін керек, қорғайды содан. Одан кейін біз пломба саламыз. Пломба салған кезде пломбаға сілекей тиіп кетпеу керек, қан бар, ол жерде деснадан шығатын сұйықтық бар, соның бәрі пломбаға тиіп кетпеу керек. Бізде көп, егерде кофеардам қолданбайтын дәрігер болса, ол бет тістің жан-жағына мақтаны толтырып тастайды да, тез-тез пломба салып тастайды. Ал егер сіз мысалы дәрігер болсаңыз, реставрация жасау сіз үшін ол мүмкін емес, өйткені сіздің миыңыздың бәрі реставрация емес, анау сілекей тиіп кетпесін деп, тек қана соны ойлайсыз да, пломбаны тез-тез салып тастайсыз. Оны мысалы өзіңізде мойындайтын шығарсыз. Ал мен кофеардам қолданамын. Және де кофеардам қолданатын стоматологтар жұмыс қалай жасайды? Кофеардам салады, одан кейін оның фокусының бәрі бір тісте болады. Сілекейді уайымдамайды, тілді уайымдамайды, басқа қан, сұйықтықтарды уайымдамайды. Тек қана тіс, ол жерде тіс деген ашық, кәдімгідей алақандағыдай болып тұрады, бір сөзбен айтқанда. Бір тістің өзіне мен пломба салған кезде 1 сағат уақытым кетуі мүмкін. Бірақ мен еш нәрсені уайымдамаймын, адам аузы ашық тұрады, әдемілеп өзімнің жұмысымды жасаймын. Менің жасаған пломбаларымды байқасаңыздар, әдемі жасалынған барлығы. Өйткені мен кофеардам қолданамын. Сол үшін өзімнің әріптестерімне мен негізі көбінесе жаным ашиды. Кім кофеардам қолданбайды, соған мен жаным ашиды. Өйткені бұл кофеардам деген кофеардам шыққанына жалпы 150 жыл болса да, мен байқағаным көп әріптестеріміз әлі күнге қолданбайды. Мен ойлаймын, Алматыдағы шамамен 10% ғана қолданатын шығар. Ол өте төмен көрсеткіш. 100% қолдану керек. Алматы болсын, ауыл болсын, аудан болсын, барлық стоматолог қолдану керек. Бір әріптесіміз айтады, кофеардамсыз жұмыс жасау, перчаткасыз жұмыс жасаумен тең деп солай айтады. Сіздер енді адамның өмірімен жұмыс жасағаннан кейін міндетті түрде кофеардам қолданыңыздар. Бұл деген сіздерді көп нәрседен қорғайды. Мысалы, канал нерв аламыз ғой, біз тістің түбірімен жұмыс жасаған кезде біз шаямыз. Гипохлорид деген, ол химический зат. Белодез бар ғой, белодез деп қой, белизнадан жасалынатын зат. Ойлаңыз, белизна аузыңызға тамып кетсе, қандай ощущение болады. Сондай затпен біз тістің түбіріндегі бактерияларды, инфекцияларды өлтіру үшін шаямыз. Ал ол адамның аузына түсіп кетсе, қандай ощущение болады. Ал біз кофеардам қолданғаннан кейін адамның аузына түсіп кетеді деген бізде қорқыныш жоқ. Немесе олай жаңағы кофеардам қолданбайтын адамдар ол белодезді, гипохлоридті қолданбайды. Жай ғана перекспен шаюы мүмкін. Перекспен адамның аузына түсіп кетсе, еш нәрсе болмайды. Ал ол тістің түбіндегі бактерияны өлтірмейді ол. Ал солай жауып жібереді, ертең 1 жылдан кейін ол жер қайтадан ауырады. Сіз ойлайсыз, мен мүмкін суықтатып алдым, содан кейін ауырып жатқан жер деп. Ал ол дәрігердің тікелей кінәсі. Жаңағы немен гипохлоридпен шаймаған үшін, ол жерден жаңағы бактерия қалып қалған үшін. Сол үшін, егерде пациенттер көріп отырса, кофеардам қолданбайтын жерге барып тістеріңізді емдетпеңіздер. Егер өзіңізге жаныңыз ашса, кім кофеардаммен жұмыс жасайды, соған ғана барыңыздар. Мен айтпаймын, тек қана мен кофеардам қолданамын деп, көп іздеп табу керек ол үшін. Бірақ көпшілігі қолданбайды. Бұл енді пациенттердің де требовать етпегеннен әсерінен деп ойлаймын. Сіздер требовать етіңіздер. Сол кезде біздің дәрігерлеріміз кофеардам қолданып, кәдімгідей әлемдік протоколмен жұмыс жасайтын болады. Бұл әлемдік протоколдағы бар нәрсе. Кофеардамсыз негізі мүлдем жұмыс жасауға болмайды. Сол үшін
Айтайын дегенім, егер де дәрігерлер көріп отырса, кофердамға көшіңіздер. Мен үйретем. Ол туралы баннерде жазылып тұр барлығы. Ал пациенттер көріп отырса, кофердамсыз жұмыс жасайтын жерге бармаңыздар. Өйткені ол өзіңіз үшін қауіпті. Өзіңіз ойлаңызшы, аузыңызды ашып жатасыз, мына жақта егеп жатады, қыжылдатып жатады. Аузыңыз деген ашық. Кез келген нәрсеңізді кесіп кетуі мүмкін ол. Ал кофердам болған кезде тек қана керекті тісті бөліп алады, мына жерде тесік жасайды, кламппен ұсталады, қалған жердің бәрі жабық. Керекті тұсты ғана бөліп алады. Ешқандай органыңызға зиян тимейді. Оның мысалы нерв алатын мынандай файл болады, мынандай кішкентай ине сияқты. Тамаққа кетіп қалуы мүмкін, Құдай сақтасын. Жаңағы канал шаятын сұйықтық кетіп қалуы мүмкін, Құдай сақтасын. Өте опасный нәрсе. Ал білесіз ба, тістің түбірінде и так та бактерия бар. Ал сілекейіңіздің құрамында да бактериялар бар, білсеңіз. Адамның аузы ең лас жер деп айтылатын себебі сол. Ал ол ашық тұрған жерге бұлар құйылады кеп сілекей, сонымен ананың іші в общем толады. Ал ол жер таза болу керек. Шайғаннан кейін ол жерге ешнәрсе түспеу керек. Ал адамның тісі бүйтіп қуыс болып тұрған кезде мына жақтан сілекейлер құйылып жатса, ол қалай таза болады? Сол үшін бұл адамның ойына, логикаға ең сәйкес келеді. Мен бір жаңалық айтып жатқан жоқпын. Сіздер түсінесіздер деп ойлаймын. Енді видео ұзақ болып кеткен шығар, ойымды толық мүмкін жеткізе алмай жатқан шығармын. Сол үшін 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні дей ма? Кофердаммен жасайтын жерге барыңыздар. Ал дәрігерлерге айтатыным, кофердам қолданыңыздар. Бұл қымбат емес. Бір үйреніп аласыз, жаңағы керекті заттарын бір сатып аласыз, болды, сонымен жұмыс жасай бересіз. Мына платок енді одноразовый, бұл да қымбат тұрмайды. 36 штугын аласыздар. Жаңағы егер де сұрасаңыздар айтамын, қай жерден алу керек екенін. Мен уже 2 жыл болды кофердамсыз жұмыс жасамаймын. Мен уже үйреніп қалдым. Бұрын қалай жұмыс жасағам деп ойланып қоямын. Кофердамға бір үйреніп алған адам кофердамсыз жұмыс жасағысы келмей қалады уже. Сол үшін сіздерді кофердаммен жұмыс жасауға шақырамын.